Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты іс-шаралар онлайн түрінде өткізбекші. Ендеше жаратылыстану пәнінен экожүйе туралы айтып кетемін. Мен Сейтқали Меңдешев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 5-ші Ә сынып оқушысы Абзалқызы Аяулымын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз біргеміз, үйде қалыңыз. Экожүйе жансыз табиғатта белгілі бір жағдайда өмір сүріп, онымен энергия алмасуға қатысатын тірі организмдер қоғамдастығы. Біз біргеміз, үйде қалыңыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Ел жағдайына байланысты, төтенше жағдайға байланысты іс-шаралар онлайн түрінде өткізбекші. Ендеше менің ауламдағы үй құсы бөтенде деген атты видеоны тамашалаңыздар. Мен Сейтқали Меңдешев мектебінің 5-ші Ә сынып оқушысы. Біз бөтенелерді өте қамқорлығымыз керек, өйткені олардың жұмыртқасы пайдалы. Оларға 5 минут сайын суын, жемін беріп тұруымыз керек.